Қайырлы күн құрметті үйренушілер, жағдайларыңыз қалай? Өткен сабақта біз be going to өткенбіз. Яғни дейін деп жатырмын, істейін деп жатырмын. Өзіміздің жоспарлап қойған дүниелерімізді айтуды үйрендік. Ал енді бүгінгі өтетін тақырыбымыз future simple, яғни келер шақта болатын дүниелерді айтуды үйренеміз. Оның формуласы былай болады. Subject, одан кейін will, немесе болымсыз формасында won't, яғни will not'тың қысқарған нұсқасы, және де етістік. Мысал ретінде былай болады. Мысалы айтатын болсақ, I will come, I'll come, қысқарғанда will қысқарады, деп тұрады. I'll come tomorrow, мысалы мен ертең келемін деген мағынада. Мысалы, I'll buy a new car, мен жаңа машина сатып аламын. Ойланып қарасаңыз оп-оңай. Немесе мен сатып алмаймын деген болымсыз түрде айтатын болсаңыз, I won't buy a new car, яғни мен жаңа машина сатып алмаймын деген нұсқа шығады. Және сұраулы форма жасағыңыз келсе, will'ды сөйлемнің алдына шығара саласыз. Яғни will you buy a new car, яғни сен жаңа машина сатып аласың ба деген дүние шығады. Енді формуласына керек. Яғни subject, will, етістік. Яғни I will buy, немесе I will work. Түсіндірістер ғой, оп-оңай. Немесе she will work. Яғни бұл жерде жаққа байланысты ешқандай бір өзгерістер болмайды. Үшінші жақ болса еш жалғанады деген сияқты ешқандай қиындықтар болмайды. Енді қазір жасап көрейік бір дүниелер, яғни оны қай кезде қолданатынымыз туралы. Бірінші қолданатын дүниеміз prediction. Prediction дегеніміз қазақ тілінде жорамалдау. Яғни бір guessing дейді ғой ағылшын тілінде. Яғни жорамалдап айту. Енді былай. Мысалы, prediction'ды айтып көрейік. Мысалы, I think, мен ойлаймын. Мысалы, I'll be late. Мен кешігетін деп ойлаймын. Яғни біз сіздің ойыңыз. Яғни ол алдын ала жорамалдап тұрса, яғни осылай болып қалуы мүмкін деген сияқты. I think he'll pass the exam. Яғни мен ойлаймын, ол экзаменнен өтеді. Ойланып қарасаңыз, I think-ті қойып will'ді қолданса, ол сіздің prediction, яғни алдын ала жорамалыңызды білдіреді. Енді екінші қолданатын жеріміз decision. Decision дегеніміз ағылшын тілінде шешім шығару деген. Яғни бір нәрсені аламын деп шешім шығарған болсаңыз, сіз соны қолданасыз. Мысалы, I'll buy that one. Яғни мен ана түрін сатып аламын. Немесе I'll buy a new car. Мен жаңа машина сатып аламын деп шештім деген сияқты. Немесе I'll choose this one. Яғни мен мынаусын таңдаймын деген сияқты. Яғни ол сіздің шешім шығарғандығыңызды білдіреді. Және үшінші жағдайда ол promise деді. Promise дегеніміз яғни уәде беру. Ағылшын тілінде сіз уәде беретін болсаңыз, will мен қолдануға болады. Естеріңізде болса, Титаниктің алдында I'll always love you деген жер бар ғой. Сол сен өмір бақи сүйіп өтем деген бір уәде берген сияқты дүние. Яғни бізде мысалы мындай айтайық, I will help you. Сен уәде беріп тұр ма? Саған көмектесем деп, уәде беріп тұр. I'll help you, яғни көмектесем деген сияқты. Немесе тағы бір айтатын, I'll miss you деп көп қолданады олар. Мен сені сағынатын боламын деген сияқты. Жалпы осылай структурада қолданады. Қазір сіздерге тапсырмалар беріледі. Сол тапсырмаларды орындаңыздар. Назар аударғандарыңызға рахмет.